темір жолшы қазіргі таңда желілік сетевой бизнесті мен осы керемет жолды таңдадым. Неліктен? Өйткені менің 5 балам бар, көп балалы анамын. Сол себепті мен ізденіс үстінде болдым. Мен істедім. Өмірімді сол 5 балам үшін маған сол 5 бала мотивация болды. Сол себепті мен өзімнің сол 12 жыл темір жолымды тастап, қазіргі таңда осы желілік бизнеске келіп, осы жерде менің темір жолдағы айлығым 100 мың, 200 мың теңге болатын болса, ал қазір сетевой желілік бизнесте мен А нүктем сонда 100 мың, 200 мың теңге, ал Б нүктем қазіргі таңда миллион, 2 миллион теңге. Адам баласының басына Алла тағала 3 рет бақ береді екен. Бірінші бақ мектеп табалдырығын аттағанда жақсы ұстазға тап болу, ол сенің бірінші бағың дейді. Өмірлік жарыңа қосам, ол сенің екінші бағың дейді. Және де үшінші өсетін, өнетін, өрлейтін, өркендейтін ортаға қосам дейді. Ол сенің үшінші бағың дейді. Сол себепті бақ үстіне бақ болсын компаниясына қош келдіңіздер деймін. Адам баласына айттым ғой, 3 рет бақ береді деп, сол себепті сіздердің бастарыңызға берген бағы Қазақстанда ең алғашқы рет жаңа компания келіп жатыр, жаңа маркетинг келіп жатыр. Бұрын соңды болмаған компания, сол себепті барлықтарыңызға айтарым, бұл жерде әрекет етіңіздер, әрекет түбі берекет дейді. Алла тағала сіздердің осы керемет әрекеттерің үшін үйіп төгіп сіздерге ризық несібелеріңізді береді. Былай айтайықшы, денсаулығы жоқ, табысы жоқ адам барлығымыздың жанымызда бар ғой. Сондай осы жерде сіздерге 2 адам алып келу керек. Біреуі денсаулығы жоқ адамға біз жаңағы керемет өнімдер жайлы айтатын боламыз. Екіншісі, осы жерде бізде жаңа айтып кетті барлығын Бауыржан мырза. Қаншама адамдар автокөлік алып, қаншама адамдар кредиттерін жауып, қаншама адамдар үй алып жатқан, үй программасына ие болған кісілер бар. Сол себепті сіздерге айтарым, бұл компания барлық мүмкіндікті ұсынып тұр, тек әрекет етеміз. Менің өзімнің немде айтатын болсам, практикамда міне жаңағын айтып кетті, қаншама адамдар бір өнімді пайдаланғаннан 2-3 күннен қаншама результат көріп жатқан жандар бар, және де қаржылай тәуелсіз өмір сүріп жатқан жандар бар. Оның ішінде айтатын болсақ, менің екі жағымда 2 қанатым деп қояйын, сол көптің ортасында сіздердің алдарыңызға тұрғызып таныстырғым келіп отыр. Біреуі Забура ханым, ол кісі әр адам не істемейді, көп адам не істейді, мүмкіндік көру біледі, кейбір адам мүмкіндікті көре білмейді. Ал мына кісілер дер кезінде мен айтқан кезде мүмкіндікті көріп, осы жерде қазір мен Рауан мырзаны тұрғызым келіп отыр. Менің бір директорым, бір жақ қанатым. Бұл кісінің негізі сетевик емес, бұл кісі халық емшісі, аңыз адам. Барлықтарыңыз білетін шығарсыздар. Сол себепті бұл жерде тек бар болған 2 жағыңызға 2 адам алып келесіздер. Қазір мені қосады, қарайсыздар, толығымен тағы да түсіндіре кетемін. Екінші жағында Забура ханым Ембі қаласынан келіп отыр. Ол жерде офис жоқ, ол жерде склад жоқ. Результат шығарып жатыр. Сол себепті әр адамдар тек өзімнен бастап өзгерем десе болды, сіздерге Алла тағала ризық несібені беріп, жолдарыңызды даңғырадай ашып қояды екен. Бізде компаниямызда 125 миллион алып жатқан кісілер бар. Сол себепті барлықтарыңызға айтарым, дәл қазір барлығымыз бір жаттығу жасап жіберейікші. Қолымызды алдыға созайық, телефондарында жүрген әрбіріңіз армандарыңызды білмей қоя. Сол себепті сол армандарыңыз бүгін орындалып жатыр деп есептеңіздер. Бар, біреуінің денсаулығы жоқ, біреуінің табысы жоқ. Сонда алдымызға келген адаммен не істейміз, диалог құрамыз. Әрбір адам запроспен келеді. Барлықтарыңызда бір арман, мақсат ойлаған шығарсыздар. Айтады ғой, 4 мезгілдің бір-бірімен шатасып кетпей алмасуы да, талдан жапырақтың түсуі да Алланың бұйрығымен дейді. Сол себепті дәл қазір осы сәтте, осы жерге келіп тұруларыңыз сіздердің Алланың бұйрығы. Сол себепті сіздер бақ компаниясына келіп жатсыздар. Сонда 2 типті адамды анықтап аламыз, алдымызға келгеннен кейін ол кісімен диалог құрамыз. Сізге қандай немен келдіңіз, запроспен келдіңіздер, кейбір айтады менің денсаулығым жоқ дейді. Ол кісіге сонда не ұсынамыз? Біздің өнімдерді ұсынамыз. Екінші адам келеді, маған не керек? Табыс керек. Жұмыс жасап жүрмін, бірақ та айлық табысым аздау дейді. Мен сияқты, мен өзім темір жолда қызмет еттім, бірақ 100 мың, 200 мың, менің 5 баламның
қалауын жаба алмайтын болдым, иә. Сол себептен не істедім, мен ізденіс үстінде болдым, мен тәуекел еттім. Сол сияқты адамдардың әрбіреуінің бойын жабатын болсаңыз, міндетті түрде сіздер не боласыздар? Өз ісінің майталманы, хас шебері боласыздар. Қазіргі заманның мына кісілермен таныс болыңыздар, қарап алыңыздар. Бұл кісілер қазіргі заманның майталмандары, Әлия мен Мәншеуге қазіргі заманның батырлары дейді. Бұл кісілер қазіргі заманның томирисі. Неліктен? Миллионер болу үшін миллион халыққа пайданы істеу керек дейді. Бұл кісілер миллион халыққа пайдасы тиген жандар. Сол себепті не істеп жатырмыз? Біз үйін іздеп жүріп барыңыздар, керемет өніміміз 2-3 күнде результат береді. Соған сеніңіздер. 2-3 күнде инновационный 5G өнімі келді бізге. Бересіз, өйткені адам баласы 70% судан тұрады. Біздің өнімді ішкеннен кейін 2-3 күннен кейін результат беріп жатқан керемет нелер бар, нәтижелер бар. Сол себепті барлықтарыңызға айтарым, керемет қолыңызда өніміңіз бар, бір қанатыңыз. Және де мен айтатын жаңағы маркетингіміз мен айтып түсіндіре берейін, ол сіздің екінші қанатыңыз. Сонда сіз лайерсіз, қай статусқа дейін барам дейсіз, өз еркіңіз. Сол себепті бүгіннен бастап өзгеріңіздер деймін барлықтарыңызға. Сізге компания барлық мүмкіндікті беріп тұр. Сонда екі адамды алып келдіңіз. Сол екі адамнан компания қазіргі таңда мына 1 қыркүйектен бастап осындай екі адамның біреуін екі жағыңызға спонсорский веткі дейді. Сізді шақырған адамыңыздың екі жағына, бір жағына екі адам орналастырасыздар, ал бір жақ қанатыңызға бір адам орналастырасыздар. Әрбіреуінен рефералды бонус төлейсіз. Рефералды бонус дегеніңіз адам шақырған кезде сізге төленетін табыс, иә. Әрбіреуінен 36 мың төленеді. 3-ті көбейтеміз 36-ға қанша болады? 108 болады. Бинардық бонус дейді, сол екеуі теңескенде екі жағыңызға екі адамнан сіздерге 10% түседі. Сол жаңағы біздің 108 пен 18 мыңды қосқан кезде сізге 126 мың түседі екен 3 адамыңыздан. Сол 3 адамға айтасыздар, мен 126 мың теңге алдым деп. Не істейді ол кісілер? Нені көріп тұр ол кісілер? Результатты, нәтижені көріп тұр, сіздердің результаттарыңызды көреді. Сіздің 126 мың теңге алғаныңызды сол үшеуіне айтқан кезде ол кісілер не істейді? Адам шақырады, мен де табыс тапқым келеді, өйткені сіздің результатыңызды көріп тұрған адам, ол тоқтамайды. Сол үшеуін 26 мыңға шығарған кезде сіздерге компания менеджер деген статус береді. Қазір осы жердегі барлық менеджерлердің барлығы шығарып марапатталады. Байқаңыздар, ол кісілер не істеген кісілер? Ол кісілер результат алған кісілер. Сол 126 мыңды алғаныңызды сол үшеуіне үйреткен кезде компания сіздерге менеджер береді. Менеджер деген статустан сізге 60 мың теңге екі өнімге сыйақы береді. Сол үшеуі, мана сіз 26 мың теңге алған кезде, 3 адам сізден нәтижені көріп, сіз сияқты сіз менеджер болып атқан кезде, ол кісілер не істейді? Үшеуі де бізде менеджер боламыз деп әрекет етеді. Біздің де осы 3 кісімен бізде табысқа шығарамыз деген кезде, сіз наставник боласыздар. Наставникке 3 өнім береді, сіздерге тағы да 50 мың теңге ақшалай сыйақы береді. Әрі қарай сіздің 3 адамыңыз әрі қарай наставник болам деген кезде сіздер мастер боласыздар. Мастерлер 250 мың теңге ақшалай сыйақы алады. Енді не істейді? Артыңыздағы 3 адам не істейді? Тоқтай ма? Тоқтамайды ары қарай. Сіздер мастер болып 250 мың теңге алған кезде, ол кісілер де мастер боламыз деп әрекет етеді. Ол үшеуі мастер болып жатқанда сіздер советник болып жатасыздар. iPhone 15 Pro Max алып жатқан қаншама жандар бар осы жерде. Әрі қарай осылай не болады? Дубликация, копирование кете береді. iPhone 15 Pro Max алған кісілер енді не істейді? Ол кісілер iPhone алып жатқанда сіз директор болып кетесіз. 1 миллион 750 мың теңге ақшалай сыйақы аласыздар, мен сияқты. 1 миллион 750 мың теңге сыйақы алып, мен армандарымды осы компаниямен орындап жатырмын. Кеше анамды түрік еліне саяхатқа барып келдім, Анталия еліне. Керемет емес па? Және де өзімнің 5 балам бар, сол кішкентай қызымды анамен бірге тегін саяхат жасатып келдім. Енді менің атымдағы кісілер не істейді? Менің результат көргеннен ол кісілер тоқтамайды. Алла қаласа бұл кісілер саяхатқа бара жатыр. Ол кісілер саяхатқа барып келем дегенше, мен салоннан автокөлік аламын. Керемет, оның барлығы мысалы ретінде алдарыңызға шығып бәрін көрсетіп жатырмыз. Сол себепті бұл жерде бұл кісілер енді мен автокөлік алғаннан кейін тоқтай ма? Бұл кісілер тоқтамайды. Бұл кісілер де салоннан көлік алғысы келеді. Бұл кісілер салоннан көлік алып жатқанда 25 миллионға не аламыз біздер? Үй аламыз.
Ол да бар бұл компанияда, үй программасы бар. Ары қарай үй программасы. Ол үйді алып жатқанда сіздің артыңыздағы шақырған адамдарыңыз, сіз 60 миллион аласыздар. Жаңа банктен барып 60 миллион ақшалай сыйақы аласыздар. Әрі қарай артыңыздағы адамдарыңыз 60 миллион алып жатқанда, сіз Аманай мырза сияқты 125 миллион аласыздар. Керемет, я? Қазір ағамыз шығып кетті. Сол себепті сіздерге айтарым, осындай айтады, ол кісіні айтып кетейінші. Бір жыл бұрын осы жерде сол Аманай мырза қасына 2 адамды шақырады. Міне, Әлия ханым, орныңыздан тұрып қоясыз. Қошемет, қол соғып жетекші. Бір жыл бұрын 2 адамды шақырады, ал ол кісі не істеген жоқ, нәтижені, результатты ойлаған жоқ. Ол кісі артына тек шақыра кетті. Айтады ғой, ол кісі жайлы айтып кететін болсам, мәдениеттің мәйегін бойына сіңірген аңыз адам деуге болады, байыса қазағым байысын деп жүрген өте керемет қазіргі заманның батыры сол кісі. Өйткені қаншама қазақтың үй алмағандар үйлі болып жатыр, табыстарын қаржылай тәуелсіз өмір сүріп жатыр. Қаншама адамдар автокөлік алып жатыр салоннан. Соның барлығына сіздер куә болып отырсыздар. Маркетинг планымыз қосылды. Міне мен жаңа айтып кеткен компанияда Данделион айттым ғой да, бақ дейді, бақ үстіне бақ қонсын деп, қазаққа шығарылған керемет компания, өзіміздің компаниямыз, өзіміздің маркетинг жаңадан шыққан. Сол себепті бұндай бұрын соңды болмаған. Неліктен? Бұл жерде балдарыңыз күймейді, өйткені жаңа менеджер болып жатсыз, 60 мың теңге сыйақы алып жатсыз деп тұрмын ғой. Премия дегенде қараңыздаршы, сіздер 60 мың теңге алып отырған кезде артыңыздағы мана шақырған адамдарыңыз бар ғой. Неліктен мына балдар не істемейді, не сгорает деп отырғанымыз, наставник болған кезде 3 мың бал дейді, сіздерге 1000 жиналып тұр менеджер болғанда. Тек 2 мыңды жасай қоясыздар да, сіздер 90 мың теңге, 50 мың теңге сыйақы аласыздар. Сол жері керемет, бұрын соңды болмаған маркетинг, бұрын соңды болмаған компания деп жатырғанымыз. Активация деген жоқ, бірақ ретте қана 201.600 теңге НДС-мен қосқанда мұнаға VIP пакет деп жатырғанымыз 5 түрлі пакеті бар. Клиент пакетінде 30 мың теңге төлейсіздер, 12% НДС-мен 33.600 теңге. Партнер пакетінде 67.200 төлейсіздер, бизнес пакетінде 100 мыңда 800, НДС-мен қосып айтып жатырмын. Элит пакетінде 134.400, ал VIP пакетінде 201.600 теңге төлейсіздер. Бірақ рет төлейсіздер. Содан кейін сіздерге міне 125 миллион алып жатқан жандар бар. Керемет. Ары қарай бинардық бонус дейді, 8% клиент пакетінде төленбейді, партнер пакетінде 8, бизнесте 8, элит пакетінде 8, VIP пакетінде 10% дейді. Бинар деп жатқанымыз 2 адам сіздерге теңескен кезде екінші табыс көзі қосылып кетеді. Ал содан кейін бізде үшінші табыс көзі премия деген. Мына менеджер, наставник, мастер айтып шықтым, мана я советник, директор, супердиректор, консул, амбассадор, және де президент деген бізде 9 статус бар. Ол кісілердің барлығы осы араларыңызда бар. Сол себепті қазіргі таңда сіздер армандаңыздаршы, өйткені сіздер квантовый скачокта отырсыздар осы жерде. Өйткені менеджер болған жандар бар, міндетті түрде менеджер боласыздар. Осы жерде наставник болған жандар бар, сіздер міндетті түрде наставник боласыздар. Осы жерде мастер болған жандар бар, сіздер міндетті түрде мастер боласыздар. Осы жерде советник статусын жапқандар бар, айфон алғандар. Осы жерде қаншама директорлер бар, сіз міндетті түрде директор боласыздар. Осы жерде супер директор статусын жапқан кісілер бар, 12 миллион 500 мың алған кісілер. Осы жерде консул болған кісілер бар, 25 миллион үй квартирасын алып жатырған. Сол себепті міндетті түрде сіздер президент боласыздар. Қош келдіңіздер! Поблагодарим нашу красавицу, очаровательную Хаметова Камшат.